Бүгінгі біздің тақырыбымыз numbers and the time. Так, сейчас. Numbers дегенді білесіздер, сіздер? Numbers деп отырғанымыз бізде не? Сандар. Сандар, жарайсыздар. So, қазір біз сандар және уақыт, окей? Туралы өтеміз бүгін. Енді, так, дальше. Бүгін сандармен қатысты бүкіл нәрсені өтетін боламыз. Сіздер сандар туралы не білесіздер? Уақыттан басқа қай жерде сандар кездеседі деп ойлайсыздар? Тестта болсын, мүлдем. Даталарда, молодец. Жылдарда, сосын тағы да... Кітаптағы беттер. Беттер, аха. Жарайды. Бөлшектік сандар, молодец, децималс. Потом ондық сандар ше, нүктемен келетін поинттар ше. Солар кезде бізде не қолданады? Осы сандар қолданады. Көбінесе бізде әрбір нұсқаның ішінде кейбір кезде келмеуі мүмкін, бірақ көбінесе 2-3 балдық нәрселер осы неден келеді сандардан. Көбінесе. Окей? Сол үшін 2-3 балдың өзі өте үлкен рөлленеді ғой. Так, енді давайте. Сіздер сан жазылған кезде сіздерде қателіктер туындай ма? Егер де қазір қателіктер туындайды, туындамайтындығын көреміз. Мен сізге кез келген санды белгілеймін, соны чатқа жазып жібересіздер. Қандай сан екенін, жарай ма? Мысалға, қазір сізге мына санды жазып жіберейін. Так. То есть, қай санды домақтаймын, солардың несін жазасыздар? Чатқа, общий чатқа, окей? Бастапқы адамдарды қарайтын боламын қазір. Тез-тез. Так, сейчас. Now. Жаза беріңіздер уже бастап, мен сізге қазір белгілеймін. Now. Now. Осы сандарды жіберіңіздерші, кәні. Көрініп тұр ма сіздерде? 14, 20, 40, 85, 100. Окей. Маған келді қазір. Амина. Окей, 100 дұрыс сізде. 40 деген дұрыс емес. Қазір 40 деген жіберем. 14 деген дұрыс, 20 деген дұрыс, 100 дұрыс. 100 болу керек, Мадина. Окей, 85. Окей. 5. Окей. Қазір мен сізге жазып жіберейін. Так. Видите? Ой, мына жерге менде ағылшынша жазылмайды. Давайте мен неге жазылам. 1 minute. Can you see it? 40 деп отырғанбыз бізде. Онда былай жазылады. F-O-R-T-Y. Бесерп. U деген жоқ мына жерде. 4 деген сияқтығы U жоқ мына жерде, окей? Окей. Дальше. 80 деген қалай жазылады? A-I-G-H-T-Y и 5. Осын араларында, мысалға, 2 сан тұрады ғой бізде, 35, 45, мысалға, мына жерден бастап, 21-ден бастап, бізде 99-ға дейін аралығында не болады? Сызықша болады. Мысалға, 20-1, окей, сызықша. Түсініздер ғой? 90-7 деген сияқты. Все, окей. Дальше. Types of numbers. Do you know about types of numbers? То есть cardinal and the ordinal numbers. Cardinal деп отырғанымыз бізде қандай сандар? То есть кәдімгі қолданыстағы? Қолданыстағы сандар. Ordinal деп отырғанымыз бізде
order. жаңағы First, second деген ба? Ау, sorry. бөлшек, жаңағы Бөлшек. point. Жоқ, бізде ordinal деп отырмыз бізде. Реттілік. Өзі мысалы, бірінші, екінші, үшінші, First, second. third, молодец. А cardinal деп отырғанымыз бізде 1, 2, 3 деген сияқты ше, сандар. Түсінікті ғой, айырмашылығы. Так, дальше. Молодец, пожалуйста. Дальше. Так, мысалы, cardinal numbers от слова card дегеннен жасап алсаңыз болады. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Бірінші, екінші дегеніміз. А order деп отырғанымыз бізде порядок деген сөзді білдіреді. Ағылшыннан қазақша аударғанда порядок. Сол үшін порядочное дейді ғой, числительное. Немесе реттілік, санесім. Түсінесіз ғой, айырмашылығын. Так, дальше. Мысалға қараңыз енді. Мысалға қараңыз енді мына жерде. Ordinal number мен cardinal number. Айырмашылығын көріп тұрсыздар ғой? First, one, second, seventh, eighth, ninth. Мысалға қараңызшы, айырмашылықта бір нәрсе жоғалып кетіп тұр. Қандай нәрсе жоғалып кетіп тұр? Көріп тұрсыздар. Мысалға қараңыз. Мысалға И әрпі жоқ болып кетіп, TH қосылады. Иә, молодец. Бірден үшке дейін өзгереді. Бірден үшке дейін өзгереді, дұрыс. Сосын, мысалға, көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде 9 дегенде и әрпі бар ғой, мына жерде. Болу керек қой 9 деген сөзде. Көріп тұрсыз ғой? И әрпі жоғалып кеткен. Байқадыңыз ғой? Қалған жердің бәріне TH. Мысалына қараш, тағы да не өзгеріс көріп тұрсыз 12-та. VE-дің орнына F. TH болады. Түсініз ғой? Сонда бізде 9 дегендің И алып тасталынады да, сосын TH болады. Мысалы 5, то же самое. Мынандай сияқты ғой. VE-дің орнына келеді да F. Түсініз ғой? 12, мысалы 5, fifths болады. Одан кейін тағы да дальше. 20-да. Мысалы 20-да, Y-дің орнына не келеді? IETH. IE келеді, окей, IETH. TH ол барлығында келеді, ал именно бізге 20-дің айырмашылығы Y-дің орнына IE келеді. Түсініз ғой? То есть, самый үш өзгеріс көріп тұрмыз, бізде барлығында кардиналдан, то есть, обычный сандан реттілікке ауысады, окей? То есть, жай саннан реттілік сан есімге. То есть, И-дан TH, VE-ға F, Y-ға IE. Түсініз ғой? Дальше, так. Окей. Мынаны заметили. Мысалы, 40Y болса, 40S. Енді cardinal мен ordinal айырмашылығын білесіздер, yes? Так, дальше. Мысалға, егерде бізде, так, егерде 100-ден асатын болса сан, бізде қалай болады? Қалай өзгеріскен кезет? 100-ден сан асатын болса, не енгізіледі тағы да? And деген. And деген, молодец. Мысалға, 102, 164, 596. 96-тердің арасында не бар? Сызықша. 90-6 деп жазылады. Дальше. Мына қалай айтылады, Насан? 7.8. Мына жерде өтір тұрған жоқ. Олардың өтірі бізде... Common. 7,800. Окей. Қайтан, 7,800 And 32. 32. Потому что 100-тан кейін бізде не болу керек? And болу керек. Got it? Мына жерге 1000. Дальше. Давайте мынаны айтамыз. 256 and 940. And қайда? And бізде қайда болады? 100-ден кейін болады ғой. 2-ден кейін болады, 9-дан кейін болады. Yes? Одан кейін еще 1000 деген бар ғой. Өтірдің орнына 1000 деген сөз. Давайте енді қайта айтамыз. 256 Common. 1000, 940. Молодец. Онда ол 40,000 беріп тұр ғой бізге. Өтір деп отырмыз 1000 деген сөз білдіріп тұр ғой. 1000 деген сөз. 256,940. Дұрыс қой? Все.
қазір мен сізге өздеріңізге тапсырма беремін, сол үшін қазірше просто былай тыңдап отырыңыздар, айтып отырыңыздар. Окей? Now ше? 1 million. 1 million. Окей. Now 1 million. давайте мынаны қазір выборочный біреуді таңдап алайын, сол айтады. Так. Айдана. Давайте сіз айтыңыз. 8 million 3,000 and 330,000. Так, ана үтірді кезде саузнд айтылады. А оған дейін керек емес саузнд деген. Бәрі? Үтір кезде, үтірдің орнына T деген қоясыз да. Мына үтірдің орнына M қоясыз. Миллион қоя. Осын былай бөлесіз. Мынадан кейін не болады бізде? And. And Яғни жерде and керек емес, өткен бәрі 0, 0, 0 ғой. 0, 0, 0 керек емес, окей? Айтадан. 8,000 үтірдің орнына million. Аха, екінші үтір. 8 million 3,000 and 1300. 1300. 13 или 30? 30. Окей, 30. Так, қате бар ма? 300-ден кейін 1000 деп кетті ғой. Иә, 1000 деген мына жерде тұрады ғой. 30-дан кейін айтасыз. Айдана, вот смотрите. 8 million 330,000. 30-дан кейін 1000. Видите, үтір кезде 1000 айтасыз. Оған дейін обычный сандар айтасыз. Түсіндіңіздер ғой? Так, енді дальшынан кім біледі? 1 billion. Billion, молодец. 1 billion. Billion. Ал мына жерде million. Просто B-дің орнына M ғой, иә? 1 деген айтасыз алдына всегда. Түсіндіңіздер ғой? Иә. Так, жауабы дұрыс. Ал мына жерде бізде барлығы дұрыс па? 100. Біріншісінде and болмайды. And болмайды, не үшін болмайды? 101. Или болады. 100-тан кейін кез келген 100-тан кейін 1 болады. 1 болады. 185 дегеннің арасында 85-ның арасында сызықша жоқ. Так, еще раз. Sorry. 185 дегеннің арасында сызықша болу керек. Ал қалғандар дұрыс па? 11. Иә? 100-тан кейін and болады. Yes? Егер де бір кез келген сан тұрса. Мысалға сізге давайте сан берейін. Әрқайсыңызға бір сандан. Давайте, окей? Бірінші менде Амина тұр екен. Амина, сізге мынау сан. Давайте. 298 сильный арасы сызықша бар. Молодец. Тамилис сізге. Тамилис? Окей, Айжан. 374. Молодец. Санди сізге. 834 арасында сызықша бар. Молодец. Аха. Санди сізге. 473 и мына кажется 7 мен 3-тің арасында сызықша. Бір нәрсе ұмытып кеттіңіз. And деген 100-тан кейін and бар. Видите? Бәрі 100-тан кейін and көріп тұрсыз. Окей? Окей. Қайта айтыңыз. Так, 4 and нет, я дұрыс, иә? 473. Молодец. Молодец. Олжалғас, сізге. Олжалғас қоса алсаңыз осы сізге, немесе Мадина. То есть, қоса аласыздар ма микрофондарыңыз? Давайте. 700. 700 and 75. Молодец. 775. And Молодец. Молодец. Жарайсыз. Мадина, сізге
Мадина? 1, 2, 3, 4, Мен айтсам болмады. 5. Окей. Мадина жауап бермеді. 999 ба? Молодец. Мадина жауап бермеді. Өкінішке орай. Ладно. Жауаптарыңыз дұрыс. И дальше. Так, мына жерде қате бар ма? And деген жоқ мұнда. Молодец. And деген жоқ. Find the mistakes, and жоқ. Yes. Дальше. 99 деген дұрыс тұр. Только 99 ғана дұрыс. Жарайсыздар. Дальше. Енді біз жүздікті түсіндік. Мыңдыққа қарай көшетін болсақ. For example, сейчас I will show you. What can you see? Вот. Мыңдықты, мысалға мен сізге біреуін көрсем, сосын сіздер қалғандарын айтасыздар, окей? Мысалға ана 1500 дегенде 1500. Yes? 1500 немесе екінші атауы былай 1500. 1500. 1500. 1500, иә? Солай айтсаңыз болады, екінші атауы. 1500. Немесе 1900, 1400, 1800. Давайте мен сізге тағы біреуін берем. Соларды айтасыздар. Так. Мынаны айтыңыздар. Арасында end жоқ бұлардың. Әнді жоқ. Әнді жоқ, потому что неге? Өйткені 100-та мына жерде бізде сан жоқ қой 100-тан кейін. Мысалы, мынандай болса, 1750 болса, ол кезде сызықша болушы еді. 1750 деген болушы еді. Окей? То есть, мына жерде бізде 0 болғаннан кейін еш нәрсе жоқ қой. Сол үшін бізге 1700 немесе 1700. 1700. Түсініздер ғой? Easy. Мынаны айттыңыздар, общий, сосын келесіге көшсек. 1600. 1600. So, okay, great. 1600. What about this one? 1100. 1100. So, okay, great. Well done. Енді бізде мынандай нәрсе бар. Немесе one деген нәрсе бар. Қайсысы қай кезде қолданатынын білесіздер ме? Уточнение болған кезде one деп қолданамыз. Sorry. Уточнение болған кезде one деген қолданамыз ба? Уточнение болғанда, okay. What about Негізі екеуі бір мағынаны білдіреді емес пе? Иә. Либо либо one. Мысалға 100 деп айтсаңыз болады, либо немесе 100 деп айтсаңыз болады. Одно и то же. То есть айырмашылық жоқ. Түсіндіңіз ғой, айырмашылық. Ой, то есть вообще понятиесін. Екеуінде айырмашылық жоқ. For example, 150 деп айтсаңыз болады, немесе айтсаңыз болады. Не деп? 150 деп. Түсіндіңіз ғой? Бірақ 200-та деп айтпайсыздар. Только 1-ды алмастыра аласыздар мен. Ал 2, 4, 7 деген сияқты нәрселерді алмастыра алмаймыз. Got it? Okay. Дальше. What about these numbers? Так, маған жауап береді. Ол жалғас. Санди. Айдана. Үшеуіңіз бір-бірінен айтыңыздар. 125. Бір сан. 125. And ғой неште? Миллион емес. Жоқ, бір сан емес, 3 сан ғой, sorry. Мына жерде 125, 180, 160 па қанша? Иә. And бар. Дальше, кімді айттым? 180. Окей. 163. Молодец. 163. Немесе 163. Окей? Без разницы. Окей. Дальше. 100 либо hundreds. Айырмашылығы не? Айырмашылығы жоқ сияқты. Ол біреу көпше тұр, біреу жекеше. Окей. То есть не деген сөз ол? 100 деп только one деп айтамыз. 100 типа 200 деп көпше түрдікін айтамыз. Ну, хотя логика жақсы, өте жақсы даже. 1, 2 дегенде ме? 1, 2 дегенде. 100 or hundreds.
мынау 100 дегенді білдіреді. Ал мынау 100 дегенді білдіреді. Жүздіктер. 100 деген, 200 деген емес. 200 дегенде біз 200 деп айтамыз. 200 емес. Мына жерге n орнына 2 қоямыз только. Яқа 300, 400. Қазір мен сізге көрсетем айырмашылығын. Both of them are correct. Екеуі де дұрыс, бірақ қолданылуы әртүрлі. Мысалы, мына жерде астында көріп тұрсыздар ма? Айырмашылығын көріп тұрсыздар ма? Астында мына тұр ғой мына жерде. Иә. Көріп тұрсыздар ғой? Айырмашылығы не болды сонымен? Мына жақта екінші вариант дұрыс ма? Екеуі де дұрыс. Both of them are correct. Екеуі де дұрыс. Просто қолданылуы екі түрлі жерде қолданылады. То есть 100 people деген 100 адам. 100 адам. А екіншісі 100 деген адамдар ма? Иә, 100 деген адамдар. 100 адам, 100 адамдар, 100 адамдар. Ана екіншісі 100 деген адамдар. Мысалға 100 адам деген 100, бір кәдімгі точно 100 адам деген ғой. Қанша адам шақырдыңдар қонаққа? 100 адам дейсіз. Қанша адам шақырдың қонаққа десе, 100 деген адамдар десе, сізге уже айтады, мысалға 300 деген болма, 400 деген сияқты, 500 деген, короче, 100 дегеннен көп деген сияқты ғой. То есть 100-ден көп, значит, 100 деген. Бірақ енді қолданылу реттілігін түсіндіңіздер ме? 100-дің алдында жүреді, немесе 2, 3 деген сияқты сан қоясыз кез келген. Окей? Сан қоясыз кез келген number, yes. But 100-тан кейін не қоясыз? Of деген қоясыз всегда. Мысалы, hundreds of people, hundreds of cars. Hundreds of here. То есть of қоясыз да, одан кейін не, мысалы, машиналар ма жүздеген нелер ма, thousands деген сияқты айта аласыз. Только 100-қа ғана емес, бұл идет thousands-қа да. Мысалға, thousands of people. Okay? То есть thousands, немесе tens of, ондаған адамдар, tens of people. То есть tens, hundreds, thousands, millions, billions of people. You got it? Of қолданыс қалабыны, содан кейін. И noun деп отырамыз, затесім. Сөздер ғой? Ал 100-дің алдында сіз сан қоясыз кез келген. 100, 200, 300, 1000, 1000 деген жоқ, хотя 1000 ғой. Ну, типа 900 деген. Okay? Examples, for example, here. Of қоясын адан кейін, мысалға, тағыдан андай сөз бар бізде. Millions of, көріңіз ғой, millions of, миллиондаған, миллиардтаған, мыңдаған, dozens деп отырамыз бізде андай не ғой? 12 штук дегенде обычно. Мысалға, dozens, for example, to say, жұмыртқа ше, кәдімгі, eggs. 12 штук тұрады бір пачкада. Мысалы, I have dozens of eggs десеңіз, то есть сізде бірнеше деген пачкалар бар. 12-ден санағанда, мысалға 4-5 пачкасы болуы мүмкін, 12 неше. Түсін тұрса? Сыртмен, бокста. Түсіңіз ғой, 100 people, 100 people, мысалға 800 people. То есть алдына кез келген сан қоясыз, 100. Ал of болса, то есть мына жерге сан керек емес. Мына жерге people. Yes, нақты 800 адам бар, 800 нақты. Анша 100 деген, окей? Миллиондаған. Мысалы, миллиондаған атомдар дейтін іште. То есть мынадан кейін кез келген зат есімді қойсаңыз болады. Дальше. Түсініп жатсыздар ғой, сұрақ жоқ қазірше. Fractions and decimals. То есть fractions деп отырғанымыз кім біледі, ол не? And decimals. How do you think about it? Fractions and decimals. Фракция. Okay, I will explain it. Here, for example, here and here. What are fractions and what are for decimals? То есть қайсы фракция, қайсы, то есть fractions, қайсы decimals? Fractions and decimals. Fractions is the first, like. Okay. Sorry. Yeah. This one is first fraction. Значит, торт. Yeah. Торттың төрттен бөлігін жеп, бірде бөлігін жеп қойсаңыз, ол не? Это fractions. Fractions, бөлік, иә? То есть, анау? Decimals. Decimals. Okay. Дальше. For example, сейчас берем долу. For example, as you can see here, жарты десе a half. A half, for example, I don't know right now, here I cannot say any example. Мысалға бір торт көріп тұрсыз ғой, иә? Торттың жартысы болса,
Ана, алып тастаңыз, тағы бір бөлігін жеп қойдыңыз, иә? A half дейсіз, окей? Жартысы. Жартысы деген сөз. 2-ден 1 бөлігі. Немесе A, немесе 1 деген одно и то же ғой, білесіз ғой? A half, немесе 1 half. Дальше. 1 and a half деген неше? 1 бөлік айтасыз ба? 1 және, то есть, A half деп отырамыз, астындағы 2 деген. Короче, астындағы бөлшегіне қарайсыз ғой? Бөлшек дейді, бөлгіш дейма? Короче, вот астындағы ше, 2 дегенге. Асты 2 болса, уже half деген нәрсе қосылады. Окей? Half деген. Дальше мысалы қарасақ, 3 деген астында 3 болады, е? 3 деген ordinal number'ды білесіз ғой, сіз? Ordinal number, мысалға 1, 2, first, second, third деген соны қосасыз астына. Ordinal number болады да? Көрдіңіз ғой, мына жерде 3, е? Ordinal number. 2 болса half болады, 3 болса third, ал 4 болса quarter. Видите? Quarter. Тоже quarter. Ну, здесь 1, немесе a quarter. Дальше, ой, sorry. Так, wait a minute. Так, кішкене қиын болуы мүмкін, ничего страшного, қазір қайтадан түсіндірем сізге. Мысалға қараңыз, quarter. Түсіндіңіз ғой, астына байланысты екен, түсіндіңіз, главное, order екен. Ordinal number. Fifths. Қазір неге S қосылып тұрған түсін, қазір айтам. 16. Астындағы саны ordinal number болады. Беттілік. Окей? Беттік сан. Енді қалай ойлайсыздар? S не үшін қосылып тұр? Қай кезде қосылып тұр? Қалай ойлайсыздар? How do you think about it? Үстінде 1 болса, астында S жоқ. Үстінде 2 болса, бар. 3 болса бар, 4 болса бар, 5 болса бар, 15 болса бар, 63 болса бар. Ол неге байланысты, значит? S болуы? Санға? Қайсы санға? Алдыңғы жоғарысындағы санға. Окей, иә, үстіндегі санға байланысты. Окей? Молодец. Үстіндегі сан 1 болса бізде әшейін 1, либо E. Окей? Ал үстіндегі сан 2 болса, уже S болады наған. Ordinal numberға S қосылады. Түсіндіңіз ғой, е? Иә. Мысалы, қазір көрсетейік. Сейчас, мысалы, мына жерге жазып көрсетейін сізге. Жарты болса бізде қалай болды? Half, 1. Quarter. Жарты. Ай, деген. half. Немесе 1 деген сөз бар алдында. Потому что үсті 1 ғой. Үстіне айтасыз, сосын half дейсіз. Ал неше? 4-тен 1. Quarter. One. For a half. Half деген онау ғой. Одан кейін 1 Quarter болмаса 1 quarter. quarter. Окей. Енді сізге айтайын да. 1-ден 3-тен 1. Так, one Иә. third. 1 third. Third па или third па? Third. Third. Окей. 5 болса, 5-тен 1. One quarter. Жоқ. 4-тен 1 ғой quarter только. 1/5. 1/5. Иә? 1 немесе a/5. Енді былай ойлайық, қараңыздар. 1-дің орнына 2-мен алмастырсақ, мына 3-тен 2-ні. 2 бөлінген, 2-ден 3. 3-тен 2, sorry. 3-тен 2. 2 quarter.